Армысың алтауашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Арғын Бақадыр. Ұлтжан ашыры. Бүгін 1 мамыр 2025 жыл. Жаңа Магнум желісінен қаланың екінші бетіне жеттім. Қателесіп. Сөйтсем, мынау Қабдолова деген Сайран жақта екен, қаланың екінші басында. Содан Ануардың ізімен келе жатырмын мен. СКК бизнес-центр дегенмен алдарыңызда тұр. Және де алдарыңызда осы міне автокөліктер тұр міне. Жалға берілетін. Ануар осы жерден автокөлік таңдап Астанаға жол жүрген екен. Енді соның қалай болды мән жайды. Қазір жоғарыға көтеріліп, қалайша ол ДВД-ның қызметкерлері Ануардың алған көлігін жалға ақшасын төлеп, оны қайтып береді екен міне. Қай көлік екенін анық білмеймін еді, Ануардікі. Lexus болса керек. Ол көлік 510 бұл емес. Так, 189. Міне. Ануардың көлігі міне мына тұр. Ануардың Астанаға мініп кеткен көлігі міне қасиетті қазақ халқы. Міне осы 189 AFI07. Осы көлікпен Ануар Астанаға жетеді екен. Генпрокуратураға. Содан кірген ізі бар, шыққан ізі жоқ. Бірақ бұл көлікті ДВД-ның қызметкерлері алып кеп беріпті. Қазір соның бастықтарынан білетін боламыз. Кеттік қазақ халқы. Батырларымызды, ұлтшылдарымызды біз бермейміз. Анық қанығын білетін боламыз қазір. Лифт жұмыс істей ма? Төрт қой, Жақсы. Сіздерде бейне бақылау жүргізіледі ғой, Жазылып тұра ма? Бейне бақылау жазылып тұра ма? Өйткені бір көлікті алыпты мен досым. Автокөлікті 189 деген Тойотаны. Соны өзі тапсырмай, басқа адамдар тапсырыпты. Неге? Өйткені өзі жоқ. Өзі жоқ. Мен соны іздеп отырмын қазір. Сұраушысы бар ол адамның. Данияров Ануар деген біздің қоғам белсендісі. Астанаға кеткен сол көлікпен. Енді қазір көлік осы жерде тұр, бірақ өзі жоқ. Мынаны ДВД-ның қызметкерлері әкеп беріпті. Біздің білуімізше. Соны қазір білетін боламыз біз. Қайда кетті өзі? Қайда төрт па? Міне осындай сұмдық болып отыр мені. Қасиетті қазақ халқы мені. Кіргеніңіз бар, шыққаныңыз жоқ. Өте таңғаларлық жағдай. Қазір соның басшысымен білетін боламыз қазір. Ол қайда кетті? Арыстан авто қай жерде? Арыстан авто. Такси. Аренда. Иә, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Асқар Арғын Бақадыр. Ұлтжан ашырмын мен Қазақстанның. Сіздермен келген себебім нәтижеден шамамен 10 ма, 12 ма сіздерден арендаға машина алды. Түсіріп тұрған жоқ сізді. Жоқ, тіке тұр ғой міне. Түсіріп тұрсың.
міне жарайды. Түсірмей-ақ қойыңыз. Айта беріңіз. Сол Телефоныңызды өшіріңіз. Данияров Ануар деген азамат. Сіздерден алды ана 189-шы міне Land Cruiser'ді. Lexus па? Соны кім әкеп берді сіздерге? ДВД-ның қызметкерлері ме? Оны мен білмеймін ғой, ол балалар. Неге өзі әкемеді, ол жалға алды мысалға сіздерден? Ол өзі әкеп беру керек еді ғой. Өзі жоқ, ізі де жоқ. Мен Астанаға ген прокуратураға кеткен ол азамат. Біздің қоғамдық белсенді ол кісі. Кәдімгідей Қазақстанға белгілі. Біздің білуімізше ДВД-ның Алматы мен Астананың ДВД-ның қызметкерлері мына машинаны әкеп береді екен, сіздерге ақшасын төлеп береді екен. Сонда мен түсінбедім, ана адамды қайда жіберді бұлар? ДВД-ның ана қызметкерлері. Біз уже тамаша білеміз, қаншама достарымыздан айырылдық осы. Бәленбай жылда. Ануар Абақтыда да жоқ, мысалға. Қоғамдық белсенді бетіп қамап тастады десек. Мысалға. Жарқырап тұрған офис. Кеңсе. Болып атқан сұмдық. Бастығына звондап жатыр. Звондасын. Қазір білеміз. Кім әкеп берді? Егер ол жалға алған болса осы фирмадан, мысалға. Ол өзі әкеп беру керек еді ғой. Келе ме бастығыңыз? Бастығым келем, күте тұрмын сен. Жақсы. Кім Айдын ғой, ат? Қайсысы келетін? Келсін. Күтеміз. Мен айналайын қасиетті қазақ халқымен осындай сұмдық болып жатыр мен. Апталдай азаматымыздан осылай айырылып отырмыз. Түсініксіз. Мәшине астында тұр. Жаңа мен сіздерге көрсеттім. Ануардың мініп кеткен мәшинесі. Оны ДВД әкеп қояды екен. Неге? Сонда қалай? Жалға алған адам қайда, біздің қоғамдық қайраткер қайда? Данияров Ануар. Қазір енді бастықпен сөйлесетін болам. Бастық тоқетерін айтып берсін маған. Кім әкеп берді? Бейне камералар жұмыс жасап тұр. Бейне камераларда ол адамның суреті қалу керек. Ол ДВД-дан келді ма? Қай жерден келді мені? Ол неғып ол мәшинені алып келді мені, мысалға. Данияров Ануардың өзі жалған алған мәшинесін полиция қызметкері алып біледі екен. Алматы ма, Астана ма, белгісіз енді, қайсы екен. Өзі қайда сонда? Ануар өзі қайда? Абақтыда жоқ. Оны бірдеңе үшін әйтеуір қамап тастады десек, міне өзіміз талай санға боламыз, мысалға. Жарайды. Ол Абақтыда жоқ қой. Біз енді осыдан кейін Тоқаевтың құрған жаңа Қазақстаны осы ма? Полиция қызметкерлеріне, ұлттық қауіпсіздік комитеттеріне, мысалға, қайтып біз сенеміз мұндайдан кейін. Айналайын қасиетті қазақ халқы. Апталдай азаматымыз
машине мініп кетеді екен, ана жаққа барады екен. Одан кейін машинесін өздері қайтарып алып келеді екен. Өзі жоқ. Мынау Қазақстан емес, мынау Ғажапстан болды ғой мынау. Мен айтарға сөзім жоқ, атарға оқым жоқ, мен шынымды айтайын. Мынандай сұмдықты кім көрген? Тіл жағынан болып жатқан сұмдық анау, міне. Қазақ халқын, өз қазақ жерінде, өз сайын даласында қазақша сөйлеткізбей, міне. Өрескел бұзып, 7-ші бапты. Неше түрлі оларға тармақша қосып қойып, міне. Екінші бап, екінші тармақ, бірінші бабын қалдыратын адамдар, мысалға, екінші тармақты қазір өздерінше мына орыс тілі, анау мекемелерде бүкіл, жай мекемелерде деп жазып қойған ғой. Анау КСК сияқты сондай мекемелерде қолданылады деп. Оны қазір енді күшейтіп отыр ғой ол заңды. Бүйтіп қарасаң. Қазақ тілі мәртебесін жойып отыр. Жасыратын түк те жоқ. Мынау жауыздық саясат болып отыр. Қазақты өз жерінде, өз тіліңден сөйлемейсің. Заттарын жинап кет деген сөз. Енді мен өз ойым, мысалға, мен өзім талай қамалған адаммын. Осы 5-6 жылда бәлем байрат қамалдым, бәлем байрат отырдым. Осы Нұр зынданда, осы Назарбаев Тоқаевтың бұйрығымен, мысалға. Бірақ енді қамағанның өзінде, міне, олар енді айту керек қой, міне. Өтірік болсын анау шешімдері. Ол берседен белгілі, біз уже қамайтын уақытта білеміз, ана митинг боларда білеміз, уже келіп тұрады. Ойбай, сен ана жерде бүйтіп қойыпсың, ол жерде сөйтіп қойыпсың деп өтірік. Соғып. Бір провокация жасайды, болмаса былтыр мысалға Алматыға кетіп бара жатып, 1 қазанда Қарағандыдан ет алайын деп, сол Алтын Арба базарына барғам, сол жерде полицейский бір әйелді отырғызып қойып, қолымды қағып жіберді, сотовый телефонымды, ұялы телефонымды, сол келіншек әдейі провокация жасап. Содан мен боқтап жібердім, шынымды айтайын. Сен не істеп тұрсың деп. Содан 434-ші бап тірілді. Бұларға реформа, анау референдум жасауда АЭС салам деді ғой, ойбай, сұмдық. 3 АЭС-ті Тоқаев деген. Путинға жағынып. Содан реформаның референдум тұсында сол соңымнан ілесіп Алматыға келдім. Мен 4 күн іздеп, мен тауып алып, ақырында 6-сы күні, міне, бір келін баланың үйінде жатқанымда, осы таныс бір қыздың. Сол жерде мені сүйреп алып, 10 күнге қамап тастаған болатын, міне, болып жатқан нәрсе. Жанағыны іліп, ойбай, сен ананы боқтап қойдың деп. 7-сі күні, қазанның, Путиннің туған күні, міне, сыйлығы тартқан ғой. Міне, мен Асқарды қамадым. Ойбай, міне, сен туған күніңе деп. Тоқаев деген. Енді мына жерде, енді Ануардікі тікті түсініксіз. Егер Ануарды бұлар ұстаса, Генпрокуратураға өздері шақырған екен, мен түсінгенім. Әйелімен бір кикілжің болған ба, білмеймін енді. Олардың араларында түскен жоқпын. Әйелімен ажырасып жатыр ғой деймін. Генпрокуратураға очный ставкаға шақырған екен. Өзі бірнеше рет сол Астанада жүрген азамат.
ген прокуратураны мынау халықтың да мұң мұқтажын айтып жүрген адам. Ол жай ғана емес, осы талап етіп, шындықты талап етіп, әділдікті талап етіп жүрген адам. Енді сол кірген ізі бар 18 күні көрді менің осы белсенділерім Қанат деген Астанадан. Осы мәшинемен көрдім деді, міне 189 жаңа месседжер көрсеткен. Енді ол кірген ізі бар, ДВД-ға алып кетті ма, одан кейін енді шыққан ізі болу керек қой. Қалайша сонда ол ақырғы рет көрген жері сол 18 күні сағат 9:30-да көрдім деді. Қанат деген осы азамат өзіміздің мынау Қызылордада бірге көшпелі жиында болғанбыз бірге. Маған енді мүлде түсініксіз бұл. Судында сұрауы барды, апталдай азамат мені. Өзі арақ ішпейді, темек шекпейді. Спецподразделение дейді, ДШБ-да служитаған, десантно-штурмовой бригадада. Өте мықты жігіт. Не болды, қайда кетті ол? Сол сұрақты осы жерде төтесіне қоятын болам қазір бастыққа. Мынау арендаға мәшинесін берген адам кім әкеп берді? Соны жауап берсін, болды. Одан кейін мына бейне бақылау камераларында ол адам әкеп берген. Түрі, әлпеті бәрі қалу керек. Біз оны қоғам болып талап етеміз. Қалай сонда? Өзі мініп кетеді де, өз аяғымен, өз қолымен осы Алматыдан кетеді сол автокөлікпен. Ол автокөлікті басқа бөтен адам алып біледі екен. Және де ақшасын төлеп береді екен. Ол енді арзан нәрсе емес. Мысалға, жаңағы джипті жалға алу ол арзан нәрсе емес. Мен білуімше. Оның бензині бар, оның несі бар, жаңағы жалақысы. Жалға алды ғой енді. Неше күнге Астанаға барам деді, ой жақта бір жұма болам деді ма, қайдан білеймін мен. Енді солай топшылап отырмын, мысалға. Міне осындай Арыстан Авторент дейді, міне. Ағылшын тілінде жазылған. Авторент деген енді жалға алу деген сөз ғой ағылшыннан. Осындай міне кеңсе екен. Бастығы Айдын деген азамат дейді мені. Мен қазір сөйлесетін боламыз. Келсін. 18 минут сөйлескен екенбіз. Мен енді 20 минутқа дейін күтемін қазір оны. Енді ол келмейтін болса, демек, мен мына бейнені тоқтата тұрам. Сіздерді хабарда ұстап отырам. Сіздер хабардар болыңыздар. Міне осындай сұмдық болып жатыр міне Қазақстанда. Осындай жауыздық болып жатыр, осындай. Міне. Біз Қазақстанның келешегіне, болашағына өте алаңдаулымыз. Осындай масқара болып жатыр мені. Анам айтып еді, мысалға, ойбай, Қазақстан көркейіп кетеді 20-шы жылы деп. Осы Назарбаев емес пе айтқан? Өтірік 19-шы жылы кеткен болып. Ойбай, көресіңдер, Қазақстан 20-шы жылы көркейіп кетеді деп. Көркейген осы ма? Кірген адамның өзін жоқ қылып жатыр. Ел жер деп шырылдап жүрген азамат.
міне осындай жағдай. Жақсы, айналайын қазақ халқы, мен 20 минут болды. Мынау эфирімді тоқтатам. Бірақ осы жерде болам, осы жерден жауап алмаймын, ешқайда кетпеймін. Ануар далада жатқан Ануар емес, ол қаншама еңбегі сіңген азамат, осы қазақ елі үшін, жер үшін талай жерге барып, талай жерде талабын қойып, өстіп, көкірек ояу, көзі ашық азамат. Сондықтан да біз соңына дейін тұрамыз. Бұл жайтты назарсыз қалдырмаймыз. Жауап берсін, қайта жіберді біздің Данияров Ануарды. Қош саламатта болыңыздар, аман болыңыздар. Асқар Бахадыр, Алмас шаһары, Қабдолова, 22Б, мекенжайы. Арыстан ауты осындай шағын мекемесі.